Сәлем достар. Сәлем достар. Бүгін бізде распаковка чек. Біз Қытайдан келген заттарымызға бүгін распаковка жасайтын боламыз. Егер де сіздерге де қызық болатын болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастайық. Көп заттар келіпті ғой бізге. Сәлем балалар. Қалдарыңыз қалай? Қазір бізде қаншайым таңдап береді, соны әпшесі ашып отыратын болады. Ал қаншайым бірінші қай затты ашамыз? Әжемсін таңдаймын. Бірінші осы. Қалғандарын бір шетке қойып тұрсын. Бұл жерде бізде балаусаның, сосын балаусаның ағасының, сосын әпшесінің заттары бар. Және келетін заттар бар, бірақ олар әлі келмепті. Бұл бөлініп келіп жатыр, өздеріңізді білесіздер. Каргода осылай бөлініп келеді. Бірінші қаншайым. Бұлай қолмен жұтасақ. әпшеңе бер, ашып береді. Қазір көреміз, е? Негізі бұл заттардың көбісі балаусаның заттары болу керек, сосын әпшесінің заттары болу керек. Қытайлар өстіп бірінші пакетпен, сосын ішінен тағы да коробкамен орапты. Коробкамен орағанда, пакетмен орағанда күшті болады. Сколько саған ғой? Яма? Сколько саған? Вау! Не бұл? Не бұл? Осындай. Не бұл? Не бұл? Мынау заколка ма? Не бұл? Осындай резинка ғой? Жоқ, резинка емес. Мынау қолға тағатын білезік. Камераға жақындатып көрсеңші. Қиын. Маған не шығады? Алман мұны? Вау, әдемі. Қараңыздар. Амақсына? Не? Осылайынан ыдысы да күшті екен, оны қалың. Осына подаркке салып жүрген о. Заколка. Бірінші зат өте керемет зат шықты. Ашып, қаншайымның шашына тағып көрейік, е? Саған сонда қытырлық ұнай ма? Достарынан қытырлақсы, осындай қытырлақсы. Жүрек. Осындай қытырлақсы. Анайды ғой? Қытырлата бер онда. Қытырламайды ғой? Енді екінші затты ашамыз. Бұл бірінші шыққан зат өте әдемі, күшті екен. Ал қандай? Көрмейді. Қытана брендтікі ойытыңдар. Енді екінші затты ашамыз, қаншай? Екінші затты мен таңдайшы. Айым таңдай берсінші. Не шығады кен? Мынандай затты таңдады. Қазір ашып көреміз. Сен істеп тұру? Бар жүгіріп, әпшеңе бер, ашып береді. Қайсы бер ашауа? Қайсы бер? Не шығатынын көрейік, е? Осындай әдемі аппақ ремнен шықты. Ремнен шықты. Әдемі екен, е? Мына бір брендтікі, мына екеуі де примерно бір бренд. Екінші зат осындай аппақ әдемі өте. Мынау еще качество, күшті екен.
Екінші зат өте күшті. Айың аузына Жақыннан көрсетейік. осындай құтыратпа, құтырайды, осындай құтырайтында ұнайды. Екінші затты мен танымаймын. Үшінші зат. Үшінші зат, иә. Нәште қанша 5 зат бірігіп тұр екен. Осының арасынан біреу таңдап аламын. Мен ашамын. Екінші зат ішінде мамамнан примерно білдім. Мама, ашпен? Жоқ, көп ол әпшеңнікі. Ашпендікі ғой? Қараңыздар достар. Құтырайтын ғой? Бұл балаусаның заты. Мектепке сұғып алып баратын. Мына шеттен аны былайынан ішіне сап қоюға болады. Сосын андай қапшығы бар. Өте әдемі екен. Және де мына екеуін біріктіріп қазір ашып көрсетемін. Yana bir başladı kesinler orada. Dosta bir başladı kesin ondan başlasın. İşte şişsin. Осылай біріктіріп мынаның ішін жуатын. Күшті екен оны. Әпше bir başladı қойғасын. Bir başlasın. Нәшке қойсын. Бұл бізде үшінші зат. Төртінші затты Ойнайтын зат емес. Ал енді төртінші затты ашамыз қазір. Айым қай пакетті ашамыз енді? Қайсы пакетті ашамыз? Әлі мына жақта бар ғой, мына жақта алады арылы. Достар тарасында ода. Бұл балаусаға. Төртінші зат мынау крем. Бұл өте күшті крем. Пиндуодан көргенде сразу мамама айттым. Бұл крем бізде жаққанда сразу ағартып тұрады. Еще бұны күніге қолданған сайын бұл өзіміздің денеміз қара болса да осыны ағартады. Бұл ағартатын крем. Бұтынға да әдем болып тұр ғой. Енді мына затты ашып көреміз. Бұл 5-ші зат па бұл? 5-ші зат па? Иә. Әбіше қашыңнан. Мына бір пачка емес, 2 пачка беріліп кеткен сияқты ғой. Қытайда сондай ғой, бір зат алсаң, екінші затты подаркке береді. Сен өзің неше штук заказ берген едің? Мен 5 штук. Көреміз қазір, санап көрейік. 5-еуімді ашып көр. Мына бірінші носки пар-пармен, екінші носки, үшінші носки, және де төртінші, бесінші, және де мыналарды қосқанда 10 носки. Күшті. Бізде мынандай 10 штук носки келген, иә? 10 штук пар-пармен сананды. Пар-пармен 10 штук келген, да? Кейде Қытайда мынандай болады ғой. Парсыз да носкилер заказ беруге, сондай парсыз да алып қою мүмкін да адамдар. Я бұйырсын күшті носки, балауса носкиге қарық болды, 10 штук носки келді. Еще бұл 10 штук носки. Арзан болған. Арзан. Жақыннан көрсеңіздер, мындай сапасы өте күшті екен носкилер. Күшті депті носки ішінен де, сапасы күшті екен. Енді ал келесі затты ашайық. Қайсысын ашасыз? Сол келетвиді ашы, маған қызық болып тұрына келетвиде не бар екен? Келетви осы. Сосын киім сияқты достар. Сондықтан да шетінен абайлап отырмыз. Бейбарыстың заты сияқты. Жоқ, шалбар. Жоқ, мынау әпкең сияқты ғой. Мынау күшті болып кетті. Мынау ғой. Аппақ әдемі іші. Бұлай ашып көрсетейін.
Неге? Совсем вообще? Жоқ. Маған үлкен ғой. Бұл 6-шы затта, бұл 6-шы затта. Шал бар. Пакетіне сразу сала сал. Пакетіне сразу сала сал. Бұның да сапасы жақсы. Әдемі шықты. Как раз мына ақ ременмен күшті кетеді. Енді мынау 7-ші зат ременді мен мынаны ашқаш. Осыны ашайық, сосын мынаны ашайық. Маған мынау қатты қызық болып тұрмын. Вообще, давайте на открыть, да? Бірінші мына жасыл ашамыз. Нашу берем. Вообще, нашу берем. Ой. Там вот эти берем, да? Бізге қытайлар осындай мынау не оның долы сияқты. Вообще, Мынау андай салфетка ғой. салфетка? Ну, салфетка, ғой. Достар, Қытайдың хит болып жатқан салфеткасы ішін ашамыз, суға батырып салғанда анау дәл салфетка болады. Өзі күшті мама. Жоқ, ашуға болмайды оны қазір. Қазір су жоқ. Қояйын, су кейін әкелемін. Неше штук кепті? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 болып келеді. Ал енді келесі затты ашып көрейік. Енді келесі мынау маманың киімі сияқты. Наша қояқты? Сала. Айым салып отырады. Қазір көрейік, оверсайз деп заказ берген, осы шпатикка, иә? Ана кофтаның сыртынан киген ғой, енді күн жылы уақытта. Біз жақта Мама, үлкен сияқты. енді үлкен болып тұрады ғой енді. Мама, үлкен. Киіп көрші. Әлі нормально? Қазір көреміз. Баласаның заказ берген киімі. Негізі шамал үлкен екен, иә? Бір размер үлкен. Иә, оверсайз деп берген. Бірақ көріп тұрғандарыңызда үлкен бұлтты. Осындай салфетка. Көреміз енді кейін Салфетка ғой. киімдеріне үйлестіріп көрейік. Егер де үлкен болса, алып қоямыз, келесі жылы киесің. Одан кейінгі затты ашайық. Әдемі екен, күшті. Иә, өз фотосын ұнатып осыны заказ берген негізі. Енді мынаны ашайық. Аш. Мына жағынан ашылады, жеп тастасын. Қайшына кетші. Бұл бізде куртка. Жаз басталып жатқанда көп. Жоқ, ол жақта жаңбыр болады ғой. Я бірақ алматыда жүрсем. Мына жаңбырге киетін жұқа куртка бұл. Киіп көрсек. Күшті. Жұмсақ қой ма? Менің шапаным бар. Бұл да әшеме. Жөнделеп ки. Іші деген іші жұмсақ қой. Иә, сапасы өте әдемі, жақсы екен. Жақта достар бір талай да жасап қойыпты. Ашайтын тез. Кофта ма? Мындай екен. Мындай алда аш.
башлады. Мынау жұмсақ, достар, күшті екен. Енді келесі затымыз. Кеп. Өлі, ол коробканың ішінде не бар екен? Өте кішкентай. Жоқ, Баласы келесісін аша берсін. мына жетіне. Оны айым аша береді. Мен көтімнен ашам. Айым өйтіп ашпайды. Кәме қақ берем, өзің ашасың. Sen korkmuyorsun. Ben seviyorum. Sütü var seviyorum. Мынау пустой коробка. Ішінде бір заттар шығар. Әпесі сұштамайды. Не шықты? Айым камераға көрсет. Мынандай жүзіктер шықты. Тоқта ашық көрсетті. Osunda cücük de var. Мынандай. Сосын осындай. Неге? Күшті. Ай, мынау өткен сияқты. Küçük görünüyor koyma. Сосын мына зат. Bak koyma şey ki onun. Ана ішінде оның сияқты. Кім шығамыз екен? Бұл кепка екен. Неге? Ya kokuyor. Әдемі қоңыр түсті кепка. Айым киіп көр басыңа. Сосын мына тиынды аша беремін мен. Симай ма екен, үлкен ме екен? Öken var. Шірегі мысалы. Ертең базарға барғанда мысалы әкеліп. Мынау ағама. Күшті екен ғой. Іші жұмсақ. Әбше arkasında Ішінде несі бар? Әбше. Сосын енді бізде Әбше ешкім примерно мынау бізде соңғы зат еткен мына шеттердің барлығы осы. Бұл соңғы зат аяқ киім сияқты. Аяқ киім шығар. Hayır gerek yok. Nasıl? Сырты бар, мұжық кетті, бірақ іші нормально. Жоқ, іші мынандай күшті кроссовка, асты қалың. Anne ben aldım dur. Мынау күшті кроссовка екен, қанқасы. Yine şimdi birisi baksana. Аппақ, өте әдемі. Ama şimdi kutuya koy. Мынандай бірдемесін сажетті қосып. Мынандай ішінде салфетка сияқты сондай бар екен, мынандай. Сосын кроссовка. Мына кроссовка өте әдемі, качественный. Күшті екен. Бізде бүгін ПИНДУОДАН келген заттар вообще күшті болды. Иә, бәрі өте жақсы Қатты шықты. ұнаған зат өзім киімдерім бұл. Иә, просто спативкасы үлкен болып тұр размері. Оны енді көре жатармыз. Ал біздің бүгінгі распаковкамыз осыменен аяқталды. Киімді Қытайдан келген заттардың бәрі өте жақсы, сапалы болып шықты. Өте арзан екен. Иә. Сіздер де осылай заказ беріп алдырсаңыздар болады. Негізі ол жақтан келген заттар өте арзан болып келеді. Ал достар, біздің бүгінгі распаковкамыз осымен аяқталды. Әлі келетін заттарымыз тағы бар. Алда товарлар келіп жатса, оны да сіздерге міндетті түрде осылай видео қылып түсіріп көрсететін боламыз. Бүгінгі видеомыз сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ал сіздерге де ұнаса лайк басып, комментарий жазып, бізді қолдап кетіңіздер. Және де біздің каналымызға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Бізде өте күшті, қызықты видео, челлендждер, влогтарда шығып тұрады күнге. Өте күшті видеолар болады. Ал қаншайым достарыңа не дейміз? Пока! Сау болыңыздар.